Таңыр діні. Ал біздің қазақтың таңыр дінінде бұл рәсім қалай жасалады, шолып өтелік. Қазақтар өздерінің көнеден келген салтын күні бүгінге дейін берік ұстап, бәйт айта отырып, жуындырып, арулап ақтыққа орап, мәйітті 3 күн бойы оңға жатқызып, көр қазып, оның ішінен үйін тұрғызып, жамбасын қара жерге тегізіп, 3-ін, 7-сін, 40-ын, 100-ін, жылын, ақсарбас атап құрбандық шалып, ас атап, сонан соң 3 жыл бойы құдайы мал сойып, шек беріп, жерлеу дәстүріне жататын ұстандарын күні бүгінге дейін орындауда. Дұрыс емес деп айтып көр. Айтпақшы, сендердің бұл рәсімдеріңнің көптеген тұстары дұрыс емес деп ауыз екі айтқанымен, даламызда дүрілдеп тұрған ислам діндарлары осы жерде айтылған, айтылмаған рәсімдердің барлығын табыс көзіне айналдырып алған. Жер бетінде өмір сүретін барлық халық өздерінің дүниетанымына сәйкес келетін жерлеу рәсімдерінен ешқашан айнымаған. Демек, жерлеу рәсімі кезіндегі атқарылатын ұстандар жер бетіндегі барлық халықта ешқандай өзгеріске ұшырамай, күні бүгінге дейін қас қалпында қалған. Дін өзгерсе де, жерлеу рәсімін өзгерту мүмкін емес. Діні өзгергенмен, жерлеу рәсімін өзгертпеген ұлттардың бірі қазақ. Олай дейтін себебім, қазіргі таңда атқарылып жатқан жерлеу рәсімдерінің барлығы қазақтың төл дүниетанымының ұлылығы, тәңір дінінің жоралғысы. Демек, қазақ болмысына ислам діні толық кірмеген. Себебі ислам қазақ ұлтының дүниетанымы мен жерлеу рәсімдерінің ұстандарын жоққа шығара алмады. Өйткені ол рәсімдер қас қалпында, еш нұсқасы өзгермей дерлігімен сақталып тұр. Айтқан дәлеліміз нақ болу үшін бұған дейін айтылғандарды тағы да бір шолып шығып, тәңір дінінің жоғалмай дүрілдеп тұрғаны жайлы ойды анықтайын. Даламызда самсап тұрған қорғандарды археологтар қазып, алтынға оранып жерленген мүрделерді тауып жатыр. Бірақ осы мүрденің иесі патша немесе қарапайым адам ба екендігін нақты кесіп айта алмауда. Ақиқатында біз тәңір дініне тиесілі жерлеу рәсімінің жоралғысының заңдылықтарын толық білген болсақ, онда жерленген адамның кім болғаны жайлы нақтылықты сараптау арқылы білуге болар еді. Сондықтан қазақтың тәңірлік дүниетанымында өлім сәтінің 2 айырымы болғаны жайлы дәлелімізге оралып, айтылғанды еске сүрейік. Біріншісі айтып келетін өлім сәті. Екіншісі айтпай келетін өлім сәті. Айтып келетін өлім былай анықталады. Айтып келетін өлімнің нақтылығы 4 өлшемнен тұрады. Ақ өлім. Белгісі, адамның беті шырайлана нұрланып, қос қолымен жүрек тұсын ұстап, тәубаға келген сипатта өмірден озады. Бұл өлім қазір жоғалған. Әнсәт өлім. Белгісі, адам кенеттен ылп етіп, лезде өмірден озып, жатысы ұйықтап қалған сәтке ұқсап қалады. Әнсәт өлімінің сәтінен кейін артында қалған ұрпағының жолы ашылып, жақсылық басталып, шаруалары дүркіреп жүріп береді. Бұл өлім сәті қазақта азын аулақ болса да кездеседі. Ит өлім. Белгісі, адамның көзі не аузы ашық қалады. Артында қалған 4 жұртында қым-қиғаш оқиғаға толы қырсық басталады. Жаназасыз қалу қаупі бар болғандықтан ұрпағыңа бермесін. Доңыз өлім. Белгісі, адамның көзі шытынай ашылып, аяқ қолы тырысып, кейбірінің денесі жарылып, азапты сәттерді басынан өткізіп, қиналып барып өмірден озады. Жаман ұрпақ тусаң, сол азабың, жаназасы шықпай қалып, жатырдан қағынған ұрпақ туғандар атанып, ақиқаты шежіреге жазылып, ұрпақтан ұрпаққа кетеді. Сақтан. Айтпай келетін өлім былай анықталады. Айтпай келетін өлімнің өлшемі 2. Ажал. Ажал кенеттен келеді.
адамның жеке басына келеді. Істеген жаманшылығың не тек қана өзің ғана білетін жаманшылығың үшін өмірің шорт кесіледі. Артының не болатынын түсін. Төрт жұртыңда қиыншылық басталады. Тажал кенеттен келеді де дымыңды қалдырмай сыпырып, ұрпағыңды тұқыртып, шежіреңді тұзақтап, тұқым тұғияныңмен қоса ел жұртыңды азаптап, сандаған жылдарға сансыратып кетеді. Осы өлімнің сәтінің көптігі сондай, қазақ төрт жұртынан қағынып, жетесіз болып туылып, өмірден озған кейбір ақымақ ұрпағының істеген ісінің азабын шегіп, сансырап отыр. Қазақ өліміңе қарай жаназаң, жаназаңа қарай құрметің деп тегін айтпаған. Қазақ қасиетті туған ұрпағы мен қасиетсіз туған ұрпағын өмірінің өлшемі болып табылатын өлім сәтінде білінген белгісіне қарап арулап жерлеген. Демек, қазақтар ұрпағын патша, датқа, би, қазы, хан, уанхан деген лауазымдар мен атақтарына қарап жерлемеген, өмірінің өлшемі болып табылатын өлім сәтінде білінген қасиетті не қасиетсіз белгісіне қарап жерлеген. Яғни, ана қазақ даласында самсап тұрған қорғандардағы алтын киімге оралып жерленген адамдар өте қасиетті адамдар болған. Өлім сәтінде ақ өлім белгісін білдіріп, өмірден озып аруағы тіктелгендер. Бауырым, сондықтан қазақ аруақ сыйлап, бас сүйегін мазаламай, иелі де киелі орынға арнаулы түрде барып, ұлы сөздерден бәйіт құрап, аруағына тіл қатып, жөн білетін саналы адамдардың қатысуымен рәсім атқарып, ниет жасаған. Ата-бабалардың қорғаны көпшілік бас қосып, жиналыс өткізетін жер емес. Қысқасы, аруақ риза болмай, елде маза болмайды. Қазақ осы сөзде тұрған. Тоқтар Бейсенбинов ақиқат кітабы 280-282 беттердің аралығы.